Ассалаумағалейкум. Мен Какимов Айдос. Бұл бізде миттер сабағы қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері тақырыбы. Жалпы қазақ мемлекеттілігі бұл ғасырлар бойы қалыптасқан күрделі тарихи құбылыс. Ол көшпелі өркениеттің ерекшеліктерімен және дала демократиясын, әділетті билік жүйесін, әскери стратегиялық басқару тәсілдерін және рухани құндылықтарға бойына бәрін сіңірген. Ал қазақ мемлекеттілігінің бастауын сақ, ғұн, түркі дәуірінен іздеуге болады. Жалпы менің ойымша, қазақ мемлекеттілігінің үздіксіз дамуы бірегей билік жүйесі мен қоғамдық құрылымның тұрақтылығы қазақ халқының өзіндік ерекшелігін айқындайтын басты фактор болды. Ал енді қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдеріне келетін болсақ, Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің қалыптасуы бірнеше тарихи кезеңдерге өтті. Әрбір кезең өзіндік ерекшеліктерімен, мемлекеттік басқару жүйесімен және қоғамдық құрылымымен ерекшеленді. Бірінші, ежелгі мемлекеттер және олардың қазақ мемлекеттілігіне әсері деген тақырыпты алайын. Ежелгі дәуірдегі алғашқы мемлекеттер құрылымдарының бірі сақтар болды. Олар біздің заманымызға дейін 7-ші және біздің заманымыздың 3-ші ғасырына дейін болды. Олар сақтар жалпы көшпелі әрі жауынгер халық ретінде белгілі бәріне. Олар мемлекеттік басқарудың ерекше формасын қалыптастырды. Тайпа көсемдері мен патшайымдар ел басқару ісіне белсене араласты. Сақтардың еркіндік сүйгіш мінезі мен жауынгерлік дәстүрі қазақ халқының этникалық ерекшеліктеріне әсер етті. Автордан кейін Жетісу жерінде Үйсін мемлекеті болды. Үйсіндер егіншілік пен мал шаруашылығын қатар дамытты. Бұл қазақ халқының шаруашылығын құрылымына әсер етті. Одан соң Қаңлылар. Қаңлылар Сырдария өмірінде өмір сүрді, қуатты мемлекет құрды. Қаңлы мемлекеті Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылап, сауда мен дипломатиялық қатынастарды дамытты жалпы. Менің ойымша, Қаңлылардың мемлекеттік басқару жүйесі мен әскери ұйымы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында үлкен рөл атқарды. Орта ғасырдағы мемлекетке келетін болсақ, оларда біз түркі қағанатын айтамыз. Олар 552-603 жылдары құрылған, жалпы болған. Бұл мемлекет түркі халықтарының этникалық бірігуіне ықпал етті. Түркі қағанатының мемлекеттік басқару жүйесі, әскери құрылымы мен дипломатиялық тәжірибесі кейіннен қазақ мемлекеттері үшін үлгі болды десек болады. Ал 10-шы ғасырда құрылған Қарахан мемлекетін айту керек. Бұл жерде исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдады олар. Ислам дінінің енуі қазақ халқының рухани және мәдени дамуына үлкен ықпал етті. 13-ші ғасырда Шыңғыс ханның жаулап алған жорықтарының кейін жалпы Қазақстан аумағында Алтын Орда мемлекеті құрылған білеміз. Бұл Алтын Орда мемлекеті басқару жүйесі жетілдірілді. Кейін ислам діні кең тарады, орталықтандырған билік күшейді. Кейін Алтын Орда бірнеше хандыққа бөлінді. Олардың ішінде Ақ Орда, Моғолстан, Ноғай ордасы қазақ хандығының құрылуына тікелей негіз алды. Қазақ хандығының құрылуына өзіне келетін болсақ, жалпы қазақ хандығы 15-ші ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек сұлтандардың бастамасымен құрылды. Бұл оқиға қазақ мемлекеттілігінің жаңа кезегін бастады. Жалпы Қасым хан, Хақназар хан, Тәуке хан секілді билеушілердің тұсында хандықтың территориясы кеңейіп, бір тұтас мемлекеттілік негізі қалыптасты. Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлік ерекшеліктеріне келетін болсақ, бірінші хандық басқару жүйесі. Қазақ хандығында хандық атадан балаға мұра болып қалса, билеушілер халық пен ақсүйектердің қолдауына ие болды. Ал хандық ақсүйектер мен билер құрылтай жиналысында сайлайтын болатын. Бұл жүйе мемлекетті басқарудағы демократиялық элементтердің бірі болды. Жалпы одан кейін құрылтай институты дейміз. Құрылтай маңызды мемлекеттік мәселелерді шешетін жоғары кеңес. Онда әскери экономикалық, сыртқы саяси мәселелерді қарастырылатын. Бұл жүйе хандық билікті шектеуге және халықаралық басқаруға қатысуына мүмкіндік беретін.
Одан бөлек билер соты және құқықтық жүйе. Қазақ халқының құқықтық жүйесі дала заңдарына негізделген болатын. Білеміз оның барлығымыз. Қазақ ханның қазақ хандарынан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғасы бар сияқты заңдар қазақ мемлекетінің құқықтарын негізін қалады. Билер соты әділдік пен үстемдік қамтамасыз етті десек болады. Ал енді рухани және мәдени дәстүрлерге келетін болсақ, қазақ халқының мемлекеттілігі жалпы тек саяси және экономикалық құрылымымен шектелмеген, рухани құндылықтармен де ерекшеленетін болатын. Халық қазақтардың қонақжайлық, үлкенге құрмет көрсетуі, батырлық дәстүр және сөз өнеріне деген құрметті мемлекеттіліктің мәдени аспектілерін көрсетті. Жалпы қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру кезеңдеріне келетін болсақ, жаңа Алаш автономиясы дейміз. 1917 жылы қазақ зиялылары үшін күресіп, Алаш автономиясын жарияланды. Алашорда үкіметі қазақ мемлекеттілігін жаңғыртуға тырысты. Алайда жалпы кеңес үкіметінің орнауымен бұл қозғалыс басып жаншылды дейді. Жалпы аяқталды. Кеңестік кезең кезінде КСР, Қазақ КСР 1920 жылы Қазақ АКСР құрылып, 1936 жылы Қазақ КСР одақтық республикаға айналды. Бұл кезеңде қазақ халқы ауыр сынақтардан өтті. Бірақ алайда сынақтарға қарамастан ұлттық мемлекеттік формасы бірақ сонымен қатар енді жалпы бірге ұлттық мемлекеттілігінің жаңа формасы қалыптасты десек болады. Қазақстанның тәуелсіздіктің алуы, мысалы, ол бізде үлкен 1991 жылы Кеңес одағы ыдырап, Қазақстан тәуелсіздігін жариялайды. Бұл оқиға қазақ мемлекеттілігінің жаңа дәуірін бастады деп айтуға толықтай негіз бар. Ал енді кішкене қорытындылай келетін болсақ, жалпы менің ойымша қазақ мемлекеттілігі мыңдаған жылдық тарихи тәжірибеге негізделген. Қазақ хандығы дәстүрлерінің сабақтастығы, басқару жүйесінің икемділігі және де рухани және мәдени құндылықтардың беріктігі оның тұрақтылығының негізгі кепілі деп айтсақ болады. Қазіргі Қазақстан осы тарихи мұраны сақтай отырып, дамудың жаңа кезеңіне қадам басуда және ұлттық бірегейлікті нығайту мен мемлекеттілікті жетілдіру болашақ ұрпақтың басты міндеті. Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің қалыптасуы бірнеше тарихи кезеңдерге өтті. Әрбір кезең өзіндік ерекшеліктерімен, мемлекеттік басқару жүйесімен және қоғамдық құрылымымен ерекшеленді. Бірінші, ежелгі мемлекеттер және олардың қазақ мемлекеттілігіне әсері деген тақырыпты алайын. Ежелгі дәуірдегі алғашқы мемлекеттер құрылымдарының бірі сақтар болды. Олар біздің заманымызға дейін 7-ші және біздің заманымыздың 3-ші ғасырына дейін болды. Олар сақтар жалпы көшпелі әрі жауынгер халық ретінде белгілі бәріне. Олар мемлекеттік басқарудың ерекше формасын қалыптастырды. Тайпа көсемдері мен патшайымдар ел басқару ісіне белсене араласты. Сақтардың еркіндік сүйгіш мінезі мен жауынгерлік дәстүрі қазақ халқының этникалық ерекшеліктеріне әсер етті. Автордан кейін Жетісу жерінде Үйсін мемлекеті болды. Үйсіндер егіншілік пен мал шаруашылығын қатар дамытты. Бұл қазақ халқының шаруашылығын құрылымына әсер етті. Одан соң Қаңлылар. Қаңлылар Сырдария өмірінде өмір сүрді, қуатты мемлекет құрды. Қаңлы мемлекеті Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылап, сауда мен дипломатиялық қатынастарды дамытты жалпы. Менің ойымша, Қаңлылардың мемлекеттік басқару жүйесі мен әскери ұйымы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында үлкен рөл атқарды. Орта ғасырдағы мемлекетке келетін болсақ, оларда біз түркі қағанатын айтамыз. Олар 552-603 жылдары құрылған, жалпы болған. Бұл мемлекет түркі халықтарының этникалық бірігуіне ықпал етті. Түрік қағанатының мемлекеттік басқару жүйесі, әскери құрылымы мен дипломатикалық тәжірибесі кейіннен қазақ мемлекеттері үшін үлгі болды десек болады. Ал 10-шы ғасырда құрылған Қарахан мемлекетін айту керек. Бұл жерде исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдады олар.
ислам дінінің енуі қазақ халқының рухани және мәдени дамуына үлкен ықпал етті. 13 ғасырда Шыңғыс ханның жаулап алған жорықтарының кейін жалпы Қазақстан аумағында Алтын Орда мемлекеті құрылған білеміз. Бұл Алтын Орда мемлекеті басқару жүйесі жетілдірілді. Кейін ислам діні кең тарады, орталықтандырған билік күшейді. Кейін Алтын Орда бірнеше хандыққа бөлінді. Олардың ішінде Ақ Орда, Моғолстан, Ноғай ордасы Қазақ хандығының құрылуына тікелей негіз алды. Қазақ хандығының құрылуына өзіне келетін болсақ, жалпы Қазақ хандығы 15 ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек сұлтандардың бастамасымен құрылды. Бұл оқиға қазақ мемлекеттілігінің жаңа кезегін бастады. Жалпы Қасым хан, Хақназар хан, Тәуке хан секілді билеушілердің тұсында хандықтың территориясы кеңейіп, бір тұтас мемлекеттілік негізі қалыптасты. Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлік ерекшеліктеріне келетін болсақ, бірінші хандық басқару жүйесі. Қазақ хандығында хандық атадан балаға мұра болып қалса, билеушілер халық пен ақсүйектердің қолдауына ие болды. Ал хандық ақсүйектер мен билер құрылтай жиналысында сайлайтын болатын. Бұл жүйе мемлекетті басқарудағы демократиялық элементтердің бірі болды. Жалпы одан кейін құрылтай институты дейміз. Құрылтай маңызды мемлекеттік мәселелерді шешетін жоғары кеңес. Онда әскери экономикалық, сыртқы саяси мәселелерді қарастырылатын. Бұл жүйе хандық билікті шектеуге және халықаралық басқаруға қатысуына мүмкіндік беретін. Одан бөлек билер соты және құқықтық жүйе. Қазақ халқының құқықтық жүйесі дала заңдарына негізделген болатын. Білеміз оның барлығымыз. Қазақ ханның Қасым ханның Қасқа жолы, Есім ханның Ескі жолы, Тәуке ханның Жеті жарғасы бар сияқты заңдар қазақ мемлекетінің құқықтарын негізін қалады. Билер соты әділдік пен үстемдік қамтамасыз етті десек болады. Ал енді рухани және мәдени дәстүрлерге келетін болсақ, қазақ халқының мемлекеттілігі жалпы тек саяси және экономикалық құрылыммен шектелмеген, рухани құндылықтармен де ерекшеленетін болатын. Халық қазақтардың қонақжайлық, үлкенге құрмет көрсетуі, батырлық дәстүр және сөз өнеріне деген құрметті мемлекеттіліктің мәдени аспектілерін көрсетті. Жалпы қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру кезеңдеріне келетін болсақ, жаңа Алаш автономиясы дейміз. 1917 жылы қазақ зиялылары үшін күресіп, Алаш автономиясын жарияланды. Алашорда үкіметі қазақ мемлекеттілігін жаңғыртуға тырысты. Алайда жалпы кеңес үкіметінің орнауымен бұл қозғалыс басып жаншылды дейді. Жалпы аяқталды. Кеңестік кезең кезінде КСР, Қазақ КСР 1920 жылы Қазақ АКСР құрылып, 1936 жылы Қазақ КСР одақтық республикаға айналды. Бұл кезеңде қазақ халқы ауыр сынақтардан өтті. Бірақ алайда сынақтарға қарамастан ұлттық мемлекеттік формасы бірақ сонымен қатар енді жалпы бірге ұлттық мемлекеттілігінің жаңа формасы қалыптасты десек болады. Қазақстанның тәуелсіздіктің алуы, мысалы, ол бізде үлкен 1991 жылы Кеңес одағы ыдырап Қазақстан тәуелсіздігін жариялайды. Бұл оқиға қазақ мемлекеттілігінің жаңа дәуірін бастады деп айтуға толықтай негіз бар. Ал енді кішкене қорытындылай келетін болсақ, жалпы менің ойымша қазақ мемлекеттілігі мыңдаған жылдық тарихи тәжірибеге негізделген. Қазақ хандығы дәстүрлерінің сабақтастығы, басқару жүйесінің икемділігі және де рухани және мәдени құндылықтардың беріктігі оның тұрақтылығының негізгі кепілі деп айтсақ болады. Қазіргі Қазақстан осы тарихи мұраны сақтай отырып, дамудың жаңа кезеңіне қадам басуда және ұлттық бірегейлікті нығайту мен мемлекеттілікті жетілдіру болашақ ұрпақтың басты міндеті.